Сапар алыс болған соң ба, қасындағы елуден серген екі келіншек әңгіменің түбін сүріп айтып келе жатыр. Құрдас болған соң ба, әңгімеміз бірден жарасып кетті, дейді әкем. Жас келін болып жаңа түскен кезім еді, депті келісті кербез келіншек. Таң атпай тұрып, түн қатпай жатпаймыз. Төркінімде түк істемейтін әкемнің ерке қызы едім. Келін боп түскен үйдің отымен кіріп, күлімен шығамын. Бірақ не істесем де енеме жақпай қойдым. Енем мектептің еденін жуады, ауызы жаман. Мектепте қарғыстан сабақ береме қайдам. Айтқан сөзі сай сүйегіңді сырқыратады. 4 жылда тілімді шығарды. Біздің үйдің адамы атам. Мінезге бай, өте сабырлы адам. Аузынан айналайыны түспейді. Енемнен көрген қорлықты атамнан көрген қамқорлық жуып кетеді. Көп жағдайда біздің жанұя болып қалғанымыз мың болғар атамның арқасы. Енеммен болған кезекті ұрыстан кейін үйіме кетпесіме болмады. Кім қайтып келмей жатыр. Ажырасып төркінімде тұрам деп шештім. 2 баламды алып, ентігіп аялдамаға жетсем, ауданға қатынайтын автобус әлі келмепті. 2 көзімнен сұрамағып, ебіл-дебіл болып жылап тұрсам, артымнан атам келіп тұр, аялдамаға. Ауданнан келген автобусқа амал жоқ, бірге міндік. Атамда үн жоқ, менде де үнсіз. Бір немересін көтеріп, біреуін жетектеп, артымнан еріп келе жатыр. Біздің үйге де жеттік. Құдам келді деп, әкем қой сойып арқа-шарқа. 2 құда бір-біріне шерін тарқатып жатыр. Қастарынан өткен болып, атамның аузын аңдимын. Атам үйде болған оқиға жайында ләм-мим демейді. Үйдегілер де еш нәрсе сезбеді. Қызың менің қатыныммен ұрсып қайтып келді үйіңізге деген әңгіме мүлде жоқ. Құдды бір құдасын іздеп, қыдырып келген қонақ құсап, атам отыр. Үйде қонақ болып 3 күн түнедік. 4-ші күні ұялғаннан қоят ұятты, өзіміздің үйге қайтайық деппін. Әкем үйден құдасын қимай шығарып салды. Дәл осы оқиға кейін де 3-4 рет қайталанды. Содан мен төркінімнен ұялғаннан үйге мүлдем бармайтын болдым. Сөйтіп жүріп 7 бала топпын. Шұбырған баламен кейін қайдағы төркін. Бәрі көрген түстей өте шықты. Менің жанұямды сақтап қалған айналайын, иманды болғыр атам деп әлгі келіншек көзіне жас алды. Сенің атаң болса, мен енемнің арқасында үй болдым деп келесі көрші келіншек әңгімені қыздырып, одан әрі жалғады. Күйеуіммен Алматыда таныстық. Мен қолынан түк келмейтін қаланың қызымын. Ол болса аңғал ауылдың баласы. Үйленген соң ауылда ата-енемізбен бірге тұрдық. 4 қайным, 2 кішкентай қайын сіңлім бар. Атамыз сол совхоздың директоры, басшы болғасын ба, тамақты талғап жейтін, өте кірпияз кісі. Етшеңді атама аптасына 2 рет ет асамыз. Туғанымнан қамыр жайып көрмеген маған шұқа қылып жаю арман. Жайған қамырым өмірі қалың болып шығады. Атам қамыр жақсы көреді. Жас келінге қамыр жаюды үйретпедің деп атам әдейі бүкіл қамырды енемнің алдына асырады. Енем байғұс, сонда да үндемей жейді. Енем қалың қамырды жақсы көреді екен деп мен де сырып қоямын ол кісінің алдына. Жас келіннің жақсылығын асырып, жамандығын жасырып қатарға қосты бізді. Иманды болғыр енем деп, 2-ші келіншек еңкілдеп жылап қоя бермесі бар ма? Енесі мен атасын мақтаған, екеуіне ет жүрегім елжіреп, мен отырдым дейді әкем. Қазіргі жастардың арасында ажырасу ұлғайып барады. Негізінде бұл мемлекетке үлкен проблема. Құдайынан безген біреу болмаса, келген жас келіннен бірден бәле шыға қоймайды. Бәле енеде. Ененің жүрегі етегіндей кең болса, бүгінде көп жастың шаңырағы шайқалмас еді деп ойлаймын. Баласындай қызбен бақталасып бақыт іздеген баласының басындағы бағын тайдырады. Мейірім көрсетпеген мейірім көрмейді. Жас келінге қаттырақ қарағаны ширатып бір алайын деген шығар деген ойда айтылуы мүмкін. Иә, мен де оған толық қосылам. Бірақ ширату басқа, шектен шығу басқа. Ененің жақсысы емеурін танытқаны, атаның жақсысы аталы сөз айтқаны. Жаңа түскен келінге жылы емеурін танытып, аталы сөзбен ақылыңды айтып отырсаң, ертең елдің анасына айналмай ма? 9 ай көтеріп, туған баласы халықтың қамын ойлайтын елдің данасына айналмай ма?
Қайдан білесің, домалақ анада Ұлжан мен Зере де үйіңде жүрген шығар.